Ильяс Жансүгіров «Күй» поэмасы. Ильяс Жансүгіровтің ұзын сарынды эпикалық поэмалары қазақ тарихындағы елеулі кезеңдерді, ел басындағы қуаныш пен ауыр күндерді, әр заманда өмір сүрген адамдар өмірін жырлауға арналған. Өнер тақырыбында алғашқы «Күй» атты поэмасын 1929 жылы жазды. Жансүгіровтің «Күй» поэмасы қазақ әдебиетінде ерекше орын алатын шығармалардың бірі. Бұл поэмада автор күй өнерінің терең философиялық мәнін, табиғатпен үндестігін және адамның рухани әлемін шеберлікпен суреттейді. Күй лиро-эпостық шығарма. Бос үнген күйі туралы аңызға негізделген сюжетті шығарма. Сырттай қарағанда бұл поэмада халық жадында сақталған бос үнген аңызы толғанатын сияқты. Ал үніге зер салатын болсақ, поэма арнасы аңыздан гөрі кеңірек. Ақын поэмада бос үнген күйінің шығу тарихын баяндау арқылы қобызшыдан естіген әрбір күйдің тасысында ел есінен кетпес тағдыр, тартыс жататынын пайымдайды. Ильяс Жансүгіров «Күй» поэмасында күйдің құдіретін танытумен қатар, сонау көне дәуірде тілмен жеткізе алмағанды күймен жеткізген, талай сыналы күйшілердің болғанын өзі бала кезінен білетін қобызшы, күйші Молықбай бейнесін арқылы жеткізеді. Поэма 4 бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлімінде Матайдағы қобызшы Молықбай шалды таныстыра отырып, қобызшының Ақкөбік, Бозінген, Көккөбек, Дүлдүл ер әлін, Онсан мен Орамбектің айырылғанын, Жалғысқан ноғай қазақ, Қорамжа күйлерін тебірене тартып, қазақ халқының әр ғасырда аласапыран кездерін қобыз тілінде сөйлететін білген асқан шеберлігін суреттейді. Қобыз тілінде күй құдіретін ақын табиғаттың әртүрлі суреттерін шебер байланыстырады. Күй тыңдап отырған тыңдаушы асқақ алатаудың сылдырлаған әсем бұлақтарын, ақырып құлаған өзендерін, балқаштың ұйқы-тұйқы толқынын, самалдың тыныс алған сайын даланың тынысын көреді. Қиқылдаған қырдағы қызғыш пен қанқылдаған көлдегі қаз, аққудың талда сайраған бұлбұлдың үнін естиді. Жау тиіп айқай-айқайдан үріккен жылқыдан дүрбеленген сәттегі ауылдың тыныс тіршілігін тыңдайды. Поэма сюжеті ары қарай қобызшыдан бос үнген күйінің тартудан қолқалап сұрап, сол күйге еліктеген балалардың шынайы бейнесін суреттеу арқылы дамыдады. Тыңдаушылардың еліктікте әкететін күй құдіретіне тағы бір мәрте көз жеткізесін. Поэманың сюжеті халық арасында кең тараған бос үнген күйі туралы аңызға негізделгенмен, поэма идеясын аңыздан гөрі ел тарихы жайлы терең сыр жатыр. Ильяс Жансүгіров бос үнген күйінің шығу тарихын баяндау арқылы әрбір күйдің астарында ел есенен кетпес тағдыр, тартыс жатқанын пайымдайды. Ақын ботасынан айырған шерлі інгенге қосылып, жылаған мұңлы табиғатты, бас еркіндігі жоқ ашулы құлды, үш түрлі тағдырды көрсету арқылы қазақ халқының басынан өткен небір тарихи кезеңдерді музыкалық шығарма үлгісінде қобыз тілінде күй құдіреті арқылы жеткізеді. Ақын поэмада күйдің құдіреті, оның адам жанынан әсеріне баға береді. Поэма соңында Ильяс Жансүгіров ұлттық рухымыздың күре тамыры күй құдіретін тыңдату арқылы өнерді құрметтеуге, халқымыздың ұлттық дәстүрін қадірлеуге, туған еліміздің өткенін қастерлеуге шақырады. Күй құдіреті арқылы өмірдің өрнектеп, дала мен тауды асқақтап, адам әлемін әсемдеуге болатын түйінді ойын. Күй күшті, тауды тасты бұзатұғын, орнына өз өрнегін сызатұғын, талқандап тас керінді үні ұятып, дүкені дүниенің қызатұғын деп қорытындылайды.